Бастаймыз. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Мен Қалиасқарова Әйгерім Бүркітқызы, Ақтоғай ауданы Күләш Байсейітова атындағы тірек мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Мен қазіргі таңда бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілеттерін қалыптастыру авторлық бағдарламасын жаздым бастауыш сыныпқа. Бұл негізі өзімде бар проблема, яғни балалардың логикалық ойлауын қалыптастыру деп алдағы уақытта өз сыныбыма өткізу үшін құрылған бағдарлама болатын. Енді бағдарламамның негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, ой қорыту, салыстыру, талдау, жалпылау және жүйелі ойлау дағдыларын қалыптастыру арқылы интеллектуалдық дамуына ықпал ету болды. Енді бағдарламаның міндеттері, яғни логиканы неге дамытуымыз керек деген ой туындайды ғой әрқашан. Не үшін біз баланың логикалық ойлау қабілетін дамытуымыз керек? Бір алдымен жүйелі ойлауды қалыптастыру, яғни балалардың ақпаратты талдап, қорытынды жасай алу қабілеттерін арттыру. Екінші мәселе бұл жерде мәселені шешу дағдысы міндеті. Күнделікті өмірде кездесетін қиындықтарды тиімді шешуді үйрету. Үшінші міндеті шығармашылықты, яғни ынталандыру. Стандартты емес ойлау қабілетін дамытып, жаңа идеялар тудыру. Келесі міндетіміз болашаққа дайындық, яғни оқудағы және өмірдегі табысқа жету үшін негізін қалау, яғни логикалық ойлау баланың ақпаратты қабылдауын, өңдеу және оны қолдану процесін жақсартады. Бұл тек математика ғана емес, барлық пәндерде және өмірдің кез келген саласында маңызды. Яғни логика бұл тек қана математика деп көбісі ойлайды, бірақ логика кез келген жағдайда математика, қазақ тілі, жаратылыстану болсын, ана тілі болсын, логика кез келген пәнде бізге керек. Логиканы ойлауды қалыптастырудың әдістері, бұның бәрі мен бағдарламамда көрсетілген. Ойын арқылы үйрену. Бастауыш сынып болғаннан кейін балалардың барлығы кез келген тапсырманы ойын арқылы берілсе, бала жылдам қабылдайды. Логикалық ойындар, оның ішінде жұмбақтар арқылы ойлауды дамытуға қарастыруға болады. Талдау және салыстыру әдісі. Заттар мен құбылыстарды талдап, ұқсастығы мен айырмашылықтарын табу. Кез заттардың түр түстеріне байланысты, көлеміне байланысты, қасиетіне байланысты заттарды ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстырып, кейін осы арқылы баланың логикасын тоже дамытуға болады. Жіктеу және жүйелеу, ақпараттарды топтастыру және реттеу қабілеттерін арттыру. Бұл жерде жіктеу және жүйелеу заттарды қасиеттеріне қарай топтастыру. Бізде жиын деген ұғым бар ғой математика пәнінде. Осы жиынды көбінесе ақпараттарды топтастыруға, жаңағы жеке қасиеттеріне байланысты пайдалануға болады. Реттеу қабілетін арттыру. Бұл бізде өмірде де керек. Себеп салдар байланысы оқиғалардың неге болғанын және оның салдарын түсіну. Бұл әдістер балалардың логикалық тізбектерді құру, үлгілерді тану және болжам жасау қабілеттерін күшейтеді. Ойын элементтерін қолдану оқу процесін қызықты етеді. Бұл бастауыш сынып болғаннан кейін, жаңа айтқанымдай, ойын ең басты рөл атқарады. Практикалық жұмыстар ойлауды оймен ұштастыру. Логикалық есептер, үстел ойындары, бас қатырғыштар, тәжірибелік жобалар. Логикалық есептер қызықты және күрделі есептер шешу арқылы балалардың ойлау қабілеттерін жетілдіру. Үстел ойындары, шахмат, дойбы және басқа да логиканы қажет ететін ойындар арқылы стратегиялық ойлауды дамыту. Бұл жерге үстел ойындарына шахмат, дойбымен қатар нені қоссақ болады, тоғызқұмалақты да қоссақ болады.
Келесі бас қатырғыштар балалардың зейінін, есте сақтау қабілетін және кеңістік ойлауын дамытатын бас қатырғыштар. Бас қатырғыштарға пазл ойындарын құрастыруға алуға болады. Пазлдарды құрастыру арқылы балалар зейіні тұрақталады. Келесі тәжірибелік жобалар бұл ғылыми эксперименттер мен құрастыру жұмыстары арқылы логикалық байланыстарды табу. Практикалық жұмыстар балаларға логиканы тек теорияда ғана емес, іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді. Ойын арқылы оқыту бұл баланың қызығушылығын арттырып, оқу процесін жеңілдететін тиімді тиімді әдіс. Графикалық мен өзімнің немде бағдарламамда графикалық диктантты негізгі не так тапсырма ретінде алам. Себебі барлық графикалық диктанттар бізде баланың логикасын қалыптастыруда қандай қызмет атқарады? Бейнелер арқылы логика деп алуға болады. Нұсқауды қабылдау. Мұқият тыңдайды және берілген бақтарды дұрыс түсінеді. Кеңістік ойлауын жетілдіреді. Тор бетіндегі әрбір шаршының орнын анықтап сурет салады. Дәлдік пен ұқыптылықты қажет етеді графикалық диктант. Әрбір сызықты дәл және таза салу арқылы суретті аяқтайды. Логикалық байланысы бұл жерде нұсқаулар тізбегінен толық сурет құрастыру, яғни графикалық диктанттар баланың есту арқылы қабылдау, зейін қою, кеңістік ойлау және ұсақ моториканы дамытуға көмектеседі. Бұл жаттығулар сабаққа деген қызығушылықты арттырып, сабаққа дайындықты жақсартады. Графикалық диктантта мен бағдарламамда сабақтың басында, яғни қызығушылығын ояту кезеңінде қолдану дұрыс деп ойлаймын. Келесі менде нейрожаттығулар. Нейрожаттығудың логикаға қандай қатысы бар? Яғни логиканы дамытуға қандай көмегі бар? Мидың серпінділігін арттыру жолы. Яғни қол, көз үйлесімі, дененің екі жағынан бір уақытта үйлестіріп жұмыс істеуі. Нейрондық байланыстар мидың сол және оң шарларының арасындағы байланысты нығайту. Зейін қою, концентрацияны арттыру, ақпаратты тезірек өңдеуге. Есте сақтау жаттығулары арқылы есте сақтау қабілеттерін жақсарту. Нейрожаттығулар бала миының дамуына оң әсер етеді. Олар оқу қабілетін арттырып, жаңа ақпараттарды жылдам игеруге көмектеседі. Мысалы, қол, көз үйлесімін дамытатын жаттығулар оқу мен жазуды жеңілдетеді. Яғни бұл бізде нейрожаттығу балалардың миын оятып, сабаққа дайындауға мүмкіндік береді. Келесі бізде үстел ойындары және олардың маңызы. Үстел ойындары және олардың маңызы туралы айтқым келіп тұр. Шахмат, дойбы, лего конструктор және карта ойындары. Стратегиялық ойлауды, алдын ала жоспарлауды және шешім қабылдауды үйретеді. Яғни шахмат пен дойбы, тоғызқұмалақ ойнаған кезде бала алдымен стратегия қояды ғой. Қазір мен мынаны жүремін, одан кейін былай жүремін. Осылай ойнаған кезде мен жетістікке жетем деп. Сондықтан бұл жерде балаларда бірінші проблеманы шешу жолын қарастырады. Содан бала шыдамдылыққа үйренеді. Бұл да логика үшін ең маңызды қасиеттердің бірі. Келесі лего, яғни конструктор құрастыру. Кеңістікті ойлауды, логикалық тізбектерді құруды және шығармашылықты дамытады. Қиялды дамытады, моторикалық дағдылары қалыптастырады. Карта ойындары
есте сақтауды, логикалық қорытынды жасауды және ықтималдылықты бағалауды үйретеді, зейінді шоғырландырады және жылдам шешім қабылдауға бала үйренеді. Үстел ойындары бұл логикалық ойлауды дамытудың тиімді құралы. Олар балаларды стратегиялық ойлауға, қателіктерін сабақ алуға және жеңіске жету үшін логиканы қолдануға үйретеді. Практикалық жұмыстар, яғни қызықты тапсырмалар. Қызықты тапсырмалар не артық ойына, ребустар мен жұмбақтар, сюжеттік ойындар. Негізі бағдарламада бұдан да көп қызықты тапсырмалар мен ойын түрлері енгізілген. Мен сіздерге осы жерде 2-3 ғана көрсеткім келіп тұр. Мысалы, не артық ойыны, суреттің ішінде бірнеше зат, мысалы жеміс жидектер беріліп, оның ішінде көкөніс берілуі мүмкін. Оны біз артық деп аламыз. Сол не артық екенін бала табу керек. Бұл да баланың ойлауына жақсы әсер етеді. Бұл жерде топпен жұмыс жасауға болады, көрнекі материалдарды қолданамыз, АКТ-ны қолданамыз, яғни әртүрлі жи технологияларын қолдануға да болады. Ребустар мен жұмбақтар, сөздерді табуға немесе логикалық жұмбақтарды шешуге арналған тапсырмалар сөздік қорын дамытады, ойлау жылдамдығын арттырады және шапшаң болуға үйретеді. Ребустар мен жұмбақтар шешуге біз Learn-ті қолдануымызға болады, мысалы жи технологияларынан. Wordbalды қолдануымызға болады. Келесі бізде сюжеттік ойындар, детективтік оқиғалар немесе жоғалған затты табу сияқты ойындар ойнатуға болады балаларға, рөлдік ойындар, және бұл сыни ойлауға баулиды. Бұл практикалық жұмыстар балалардың ойлау қабілетін дамытып қана қоймай, олардың арасындағы қарым-қатынасты жақсартады. Әр тапсырма ойын түрінде ұсынылады. Бұл балалардың қызығушылығын арттырады. Оқу процесіндегі логиканың орны сабақта қолдану және мұғалімнің рөлі қандай? Сабақта қолдану математикада есеп шығаруда, логикалық тапсырмаларды қолданамыз. Қазақ тілінде сөйлем құрауда, жаратылыстануда себеп салдарды анықтауға логиканы қолдануға болады. Математикалық тапсырмалар, математикада тапсырмалар береміз. Тіл пәндерінде оқу мәтінін талдауға және жобалық жұмыстар беру арқылы баланың логиканы осылай қолдана аламыз. Мұғалім рөлі қандай осыда? Балаларға логикалық ойлауға мүмкіндік беретін тапсырмалар беру, олардың ойларын тыңдау және бағыт беру. Сұрақ жауап әдісі болуы мүмкін, талдауға жетелеу, дербес шешімдерге ынталандыру, әртүрлі әдістерді қолданып, мұғалім осы баланы логикалық ойлауға жетелейді. Логикалық ойлауды қорыту процесіне енгізу баланың пәндерді тереңірек түсінуіне және алған білімдерін өмірде қолдануына ықпал етеді. Бұл оларды сыни ойлауға үйретеді. Енді сіздермен мынандай практикалық жұмыс жасағым келіп тұр. Мүмкіндік болса, сіздер қолдарыңызға қалам алып, қағаз алып, мүмкіндігінше тор көз алыңыздар, дәптер. Содан кейін мына графикалық диктантты сіздермен орындағым келіп тұр. Мен айтып отырайын. Сіздер осы менің нұсқауым бойынша диктантты орындап шықсаңыздар. Жақсы. Қазір дайынсыздар ма? Соңында суреттеріңізді көрсетесіздер не шыққанын. Нүкте қоямыз. Бір тор көз оңға. Сіздерге анық көрініп тұр ма? Иә. Сіздерге анық көрініп тұрса, онда
Осы тор көз бойынша сіздер өздеріңіз сызып көріңіздерші, қарап отырып. Бірінші қатарын Айтып ғана ма? отырсаңыз қайтеді? Айтып отырсаңыз қайтеді? Онда айтып отырайын. Нүкте қоямыз. Бір тор көз оңға. Оңға деп тұр, е. Менен анық көрінбей тұр өзімде. Бір тор көз солға. Жоқ, кешіріңіздер. Мен кері оқып жатыр екем. Бір тор көз оңға. Бір тор көз жоғары. Бір тор көз жоғары. Үш тор көз оңға. Үш тор көз оңға. Үш тор көз оңға. Бір тор көз төмен. Болдық. Бір тор көз оңға. Бір тор көз төмен. Бір тор Осылай көз ғана төмен. Бір тор көз солға. шығады ма? Қазір басқалары болсын. Бірге айтамыз. Бір тор көз солға. Бір тор көз төмен. Бір тор көз солға. Бір тор көз төмен. Үш тор көз оңға. Үш тор көз оңға сыздыңыздар ма? Енді бір тор көз төмен сызамыз. Төмен сызғаннан кейін екі тор көз солға сызамыз. Екі тор көз солға, солдан екі тор көз төмен сызамыз. Екі тор көз төмен. Бір тор көз оңға. Бір тор көз төмен. Бір тор көз төмен. Үш тор көз солға. Екі тор көз жоғары. Майгүл Өмірбаевна, ертең өтпейтін болды, себебі неде чатта почти что бүкіл мұғалімдер жазып жатыр, біз курстамыз деп. Оларда курс қой, кейінге қалдырамыз, наверное, август кезінде болады. Шыққан кезде, сол кезде. Ибай документ деймін да, уже Тұргүл алдында микрофон өшіреміз. Екі тор көз жоғары, бір тор көз солға, екі тор көз төмен. Әйгерім Ақшанова, сізге көп рахмет. Бірақ біз бір тор көз жоғары. Жазып жатыр, біз курстамыз, қазағы да, орысы да, біз курстамыз. Самал Абугалиевна дейсіз ба? Сіздің микрофоныңыз. Әріптестер, микрофон өшіреміз. Жеткенше бәрібір Самал Абдугалиева. Сіз микрофоныңызды өшіре саласыз ба? Егер өзін өшіретсіз, ашқан кезде, жиналған кезде, сол кезде. Үш тор көз солға сыздыңыздар ма? Енді бір тор көз жоғары. Бір тор көз жоғары, бір тор көз оңға. Екі тор көз жоғары. Бір тор көз оңға. Екі тор көз жоғары. Екі тор көз оңға, солға, бір тор көз жоғары. Сыздық па, әріптестер, аяқтадық па? Аяқтадық. Енді слайдта сіздерге нәтижесін көрсем, қандай сурет бізде шығу керек еді.
Шықты ма? Иә, шықты осы. Шықты, иә, робот шығу керек тұғын, бала шықты. Яғни көрдіңіздер ма? Өте жақсы шығарыпсыз, Жанат Мұхамедиевна. Өте жақсы сіздікі. Енді бұл графикалық диктант өздеріңіз көргендей балаларға балалар негізі қызығып орындайды да нені графикалық диктантты. И бұл балалардың дәлдікке, жылдам, шапшаң, жаңа есту қабілеттеріне де барлығына өте жақсы көмектеседі. Сызуына, барлығына. Енді сіздермен бір серіксу сәті болып тұр. Қазір оны делиться. Барлығымыз тоже бірге орындасақ. Бұл нейро жаттығу. Балалардың да, үлкендердің де миларының оятуға, жақсы жұмыс жасауына көмектеседі. Бәріміз бірге жасайық. Қош келдің. Бүгін менімен бірге нейро жаттығуларды жасаймыз. Нейро жаттығулар тез ойлануға, зерек болуға, сабақты жақсы оқуларыңа көмектеседі. Ендеше белсенді көңіл күймен менен кейін қайтала. Аяқпен. Жарайсыз. Өздеріңіз көргендей, балалардың біріншіден көңіл күйін көтереді, иә, нейро жаттығулар. Одан кейін жаңағы сабаққа кішкене миларын жұмыс жасауға, оятуға, ұйқысында отырған балаларға өте жақсы. Бұны сабақта қызығушылығын ояту бағытында немесе сергіту сәті ретінде қолдануға болады авторлық бағдарламада. Мен осы ең басты не ретінде алдым нейро жаттығуды, графикалық диктанттарды. Және авторлық бағдарламада менде барлық қандай жи технология, ақпараттық технологияларды қай уақытта қалай қолдану керектігі барлығы жазылған, көрсетілген, КМЖС барлығы толық. 2 сыныпқа арналған авторлық бағдарлама. Енді қорыта келген кезде бұл логика дегеніміз бұл болашаққа бастар жол деп. Баланың болашаққа бастар жолы деп алуға болады. Тұрақты жаттығулар, түрлі әдістер, білімді қолдану. Логикалық ойлау қабілетін дамыту үшін жүйелі түрде жаттығулар жасау керек. Жүйелі түрде логиканы дамытуға арналған балалар тапсырмалар орындау керек. Түрлі әдістемелер, практикалық жұмыстар, графикалық диктанттар, нейро жаттығулар арқылы жан-жақты дамыту. Алған білімдерін күнделікті өмірде және оқуда тиімді пайдалануға үйрету болады. Логикалық ойлауды дамыту білім берудегі ең маңызды бағыттардың бірі. Ол балаларға мәселені шешуге, сыни ойлауға және шығармашылықпен қарауға мүмкіндік береді. Бұл дағдылар олардың академиялық және жеке өміріндегі табысының негізі көзі болады деп ойлаймын. Авторлық бағдарламамда мен 2 сынып оқушыларына қолданып, осындай нәтижеге жетемін.
Бұл менде былтыр 2-ші сыныпта болды. Биылғы сыныпта біз нейрожаттығулар мен графикалық диктанттар арқылы тапсырмаларды орындап, белгілі бір жетістіктерге жеттік. Құрметті әріптестер, енді сіздерден мен кері байланыс күтем, шапка жасаңыздар болады, былай экран арқылы айтсаңыздар да болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Балын шешілген. Бояп беруім керек еді. Тек жанына келем я? Менде де дауыс бар. Егер авторлық бағдарлама қызықтырып жатса, керек болып жатса жазсаңыздар болады, мен сіздерге жіберемін. Жаңағыдан робот шықты, я? Робот шықты. Не жасадың ба? Мен последний жерде бір жерде шатасып кеттім ба? Бір жақ бас құлағы шықпай қалды мен. Құрметті әріптестер, Айгерім мұғалімге айтатындарыңыз бар ма? Чатқа жазбай былай айтсаңыздар қалай болады? Экранға. Айгерім Калескаровна, өте тамаша, жақсы бағдарлама болды. Үлкен рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Аларымыз көп болды, рахмет. Рахмет, сізге де рахмет кері байланысыңызға. Құрметті әріптестер, мені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Осылайынан бір-бірімізбен, білетінімізбен бөліскеніме мен қуаныштымын. Кіріп қасқандарыңызға үлкен рахмет. Жақсы, рахмет, өте тамаша. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Список